Сәлем достар, мен алдыңғы видеомда қызылша шырынның пайдасын атап өткен болатынмын. Бүгін қызылша шырынның дайындалу жолын көрсетемін. Видеоның соңына дейін көріңіз. Арнамызды қолдап тіркеліп қойыңыз. Қызылшаны жақсылап жуып, қабығымен бір қайнатып алсаңыз болады. Мен бұл шырынды балаға беретін болғандықтан жартылай қайнатып аламын. Мендегі қайнату ұзақтығы 10 минут. Осы жерде айта кететін жайт, қызылшаның құрамындағы дәрумендер мен минералдарының сақталуын қаласаңыз, шикі түрінде қолданыңыз. Егер де сізді асқазан ішек жолдарының аурулары мазаласа, онда қызылшаны қайнатқаныңыз жөн. Өйткені шикі түріндегі қызылша асқазандағы сөл бөлуін жоғарылатады. Қайнату ұзақтығы 20 минут болған жөн. Қаншалықты ұзақ термиялық өңделген сайын құрамындағы пайдалы заттар азая бастайды. Сондықтан бала асқазаны толық дамымағанына сай, қызылшаны мен 10 минуттық жартылай қайнатудан өткіземін. Содан соң қызылшаны қабығынан тазартып тураймыз. Алманы да қабығы мен дәнектерінен тазартып тураған жөн. Жарты лимонды да қабығынан ажыратып аламыз. Егер қатты қышқылдықты ұнатпасаңыз, лимонның 3/1 немесе 4/1 қолданыңыз. Туралған өнімдерді шырын сыққыш немесе блендер көмегімен ezеміз. Егерде блендер қолдансаңыз, сұйықтығына байланысты су құясыз. Бұл жерде 200-200 мл су құйылды. Қатты сұйық болмағанында жөн. Артериялық қан қысымын төмендету мақсатында ішсеңіз шырынды тамақтан кейін пайдаланған жөн. Және шеттен тыс қолданбаңыз. Қан қысымына 3 сағат аралықта көмектеседі. Ал егер іш қату мазалаған жағдайда қолдансаңыз, тамақтан бұрын ішіңіз. Және де айтылған жағдайлардан басқа қызылша шырыны иммундық жүйені, қан құрамындағы гемоглобинді жақсы көтеруге септігін тигізеді. Пайдасымен қатар құрамындағы нитраттарға байланысты зәр-айдағыш қасиетке ие болғандықтан несеп тас және бүйрек аурулар кезінде қолданбаған жөн. Сонымен қатар, іш өту кезінде перистальтиканың қызметін жоғарылатып, іш өтуді белсендіреді. Ағзада су жеткіліксіздігіне әкелуі мүмкін. Қырыл кезінде де сақтықпен қолдану керек. Егер тамау кезіндегі мұрын бітелгенде тамызатын болсаңыз, қызылшаның өзінен дайындағаныңыз жөн. Бұл жерде қызылшаны қайнатпайсыз. Блендерден өткізіп, сүзіп алып, қызылша суының 1-2 тамшысын тамызасыз. Тамызбас бұрын мұрын қуысын арнайы физраствормен бөліністерден тазартып алыңыз. Және де мұрын тамшысы ретінде күніне 3 рет пайдаланса болады. Пайдалы шырынның дайындалу жолын жақындарыңызбен бөлісіп, арнаға тіркеле кетіңіз. Және де арнада қандай ақпараттар, денсаулыққа байланысты кеңестер білгілеріңіз келсе, комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Бізбен бірге болып, денсаулығыңызға көмек беріңіз.